Ертінділер тақырыбы массалық үлесі белгілі ертінділерді дайындаймыз. Алдымен есептің берілгенін жазайық. Масса ерітінді бізде 200 грамм. Және де массалық үлес бізде 5%-ды құрайды. Табу керек натрий сульфатының кристаллогидратының массасын. Енді бізге белгілі ертінділер тақырыбындағы формуланы пайдаланамыз. Яғни массалық үлес тең болады масса еріген зат бөлінген масса ерітінді көбейтілген 100%. Енді орнына қойып есептейміз. Бізде ерітінді белгілі, яғни біз масса еріген затты табуымыз керек. Масса еріген затты табу үшін массалық үлесті көбейтеміз масса ерітіндіге және бөлеміз 100%-ға. Орнына қоямыз. Бізде массалық үлес 5%-ды құрайды. Және де ерітіндіміз 200 грамм. Бөлеміз 100%-ға. Бізде X тең болады 10 грамм. Енді натрий сульфатының кристаллогидратының молекулалық массасын анықтаймыз. Бізде 322-ге тең болады. Ал натрий сульфатының өзінің тұздың молекулалық массасы 142-ге тең болады. Енді ары қарай пропорция арқылы тұздың массасын анықтаймыз. 322 кристаллогидратта бізде 142 тұз бар. Ал енді 10 граммда қанша кристаллогидрат бар екенін анықтаймыз. Яғни пропорция бойынша 322-ні көбейтеміз 10 граммға, бөлеміз 142-ге. Бізде тең болады 23 граммды құрайды. Бізде натрий сульфатының кристаллогидратының массасы 23-ке тең болды. Енді бізге судың массасын анықтау керек болады. Ол үшін масса су тең болады. Яғни бастапқыда бізде ерітіндіден 200 граммнан алып тастаймыз 23 граммды. Бізде 177 грамм су қажет болады. Есепті шығардық, енді ары қарай тәжірибеге кірісеміз. Олай болса, тәжірибемізден бастайық. Тәжірибені бастамас бұрын бізге керекті құрал-жабдықтармен танысу керек болады. Керекті құрал-жабдықтар таразы, натрий сульфатының кристаллогидраты, дистилленген су, цилиндр, стакан және де шыны таяқша, сонымен қатар ерітіндінің ығыздығын анықтайтын ареометр құралы қажет болады. Енді тәжірибемізді бастайық. Ол бойынша фильтр қағазыға
Есепте шығарылған масса бойынша тұзды аламыз. Ол 23 граммды құрайды. Таразыда тұзды өлшеп алдық. Енді ол тұзды біз стаканға саламыз. Стаканға салғаннан кейін оған бірінші дистилленген суымызды өлшеп алайық. Ол бізде есеп бойынша 177 граммды құрады. Есептелген суымызды цилиндрге құйып алдық. Енді кішкене бөлігін тұзды ерту үшін стаканға құямыз және де шыны таяқшамен араластыратын боламыз. Және де толықтай құямыз. Тағы да араластырайық. Тұз толықтай суда еріді. Енді цилиндрге құятын боламыз. Ерітіндінің тығыздығын анықтау үшін ареометр құралын пайдаланамыз. Батпайды екен. Яғни келесі басқа мөлшерін салып көреміз. Енді тығыздығын қараймыз. Ерітіндінің тығыздығы 1,1/101-ді құрады. Енді біз ареометрді асықпай аламыз. Және де оны құрғатып, орнына салып қоятын боламыз. Келесі, осы дайындалған ерітіндіні таза тұзға құйып, келесі тәжірибелерде пайдаланатын боламыз. Келесі, нормальдық ерітінділерді дайындаймыз. Есептің берілгені мына жерде көрсетілген. Енді есепті бірге шығарайық. Берілгені көлемі 250 мл. 0,5 нормальды ерітінді табу керек. Барий хлоридінің кристаллогидратының массасын. Енді шешуіне кірсек. Шешуі бойынша бізде нормальдылыққа байланысты формуланы пайдаланамыз. Масса еріген зат бөлінген көлем көбейтілген масса эквивалент. Бұл жерде масса эквивалент болмауына байланысты барий хлоридінің эквиваленттік массасын анықтаймыз. Бұл жерде барий хлоридінің алдымен молекулалық массасын табуымыз керек болады. 2,8-ге тең болады.
Яғни біз бұл жерде 208-ді 2-ге бөлеміз. 104 граммды құрайды. Яғни, сонымен қатар мына жерде кристаллогидраттың да молекулалық массасын анықтап жіберейік. Барий хлоридінің кристаллогидратының молекулалық массасы 244-ке тең болады. Енді орнына қойып есептейміз формула бойынша. Бізге керек болады масса еріген заты табу керек бұл жерде. Масса еріген заты табу үшін біз барлығын көбейтеміз. Енді орнына қойып есептейміз. Бізде 0,5 нормальды. Көлемге айналдырсақ 0,25. Және де эквивалентіміз 104-ті құрайды. Тең болады 13 грамм. Бұл барий хлоридінің массасы. Енді біз пропорция арқылы есепті жалғастырамыз. 244 кристаллогидратта 208 барий хлориді тұзы бар. Ал 13 граммда қанша тұз бар екенін анықтаймыз. Яғни, пропорция бойынша 244-ті көбейтеміз 13-ке, бөлеміз 208-ге. Бізде тең болады 15,25 грамм. Яғни бұл барий хлоридінің кристаллогидратының массасы болып табылады. Есепті шығардық, енді келесі тәжірибеге кірісеміз. Тәжірибеге кіріспес бұрын алдымен керекті құрал жабдықтармен танысайық. Бізге керек болады таразы, барий хлоридінің кристаллогидраты, дистелленген су, колба және де воронка, сонымен қатар тығыздықты анықтайтын арометр керек болады. Тәжірибені бастайық. Бірінші бізге тұздың массасын анықтап алу керек болады. Бізде есеп бойынша 15,125 грамм барий хлоридінің кристаллогидраты қажет болады. Тұзды керек мөлшерде өлшеп алдық. Енді воронкаға салатын боламыз. Тұзымызды толықтай салып алдық. Енді кішкене мөлшерде су құямыз. Және де ертіп алатын боламыз тұзымызды. Тұзымызды толықтай ертіп болдық. Енді біз мына жердегі белгіге дейін су толтырып құямыз. Воронкадағы тұздың қалдықтарын шаю арқылы құямыз. Енді келесі ерітіндімізді цилиндрге құямыз. Цилиндрге құйып алдық. Енді ареометрмен тығыздығын есептейміз. Барий хлоридінің кристаллогидратының тығыздығы болады 1,034, яғни 1034. Ареометрді асықпай аламыз. Оны құрғатып орнына салатын боламыз. Және де дайындалған ерітіндіні таза ыдысқа құйып, келесі тәжірибелерде пайдаланамыз.